Армысыз көрермен, назарларыңызда мектеп жаңалықтарының кезекті шығарылымы. Студияда Әсемай Аминова. Алдымен мектеп тарихына алтын әріптермен жазылатын жаңалықтан бастайық. Соңына мол мұра қалдырған белгілі ғалым, географ Серікбол Қондыбайдың өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында мектебімізде қазақтың рәміздер жағрапиясы музейі ашылды. Білім ошағында бұған дейін ғалымның мұрасын ғылыми тұрғыдан зерттеп жүрген жастардан жас серікболданушылар клубы құрылып, жұмысын жүргізіп жатқан еді. Сол жобаның жалғасы ретінде аталмыш музейдің тұсауы кесілді. Шараға Мұнайлы ауданы әкімінің орынбасары Берік Білалов, облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлмира Мамаева, Мұнайлы ауданының құрметті азаматы Мәдениет Майталман Серікболдың апасы Балсулу Қондыбай, филология ғылымдарының кандидаты доцент Балкенже Ақбердиева, өлкетанушы ардагер ұстаз Мұрат Ақмырзаев, ауыл ақсақалдар мен аудан мектептерінің директорлары қатысты. Республикамыздағы барлық мектептерде 5-7 сыныптарда өлкетану пәндері енгізілді. Бұл пәндерде оқушылар өзінің өлкесі туралы, тарихы туралы мол мағлұмат алатын. Енді біз осыдан бір жыл бұрын Серікболтану музейін ашқан едік, және клубын құрған біз. Сол клубтың жас мүшелері бір жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ғалымның еш жерде жарияланбаған, жарық көрмеген қазақтың рәміздер жағрапиясы атты мақаласын зерттеп, соның нәтижесінде үлкен музей ашып отырмыз. Музейдегі экспонаттар жайлы толық ақпарат білу үшін смартфоныңызға QR кодтарға бағыттасаңыз жеткілікті. Арнайы бейне материалдарда сол тарихи орын туралы мысалдар мен мол мағлұмат беріледі. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін аудандық жас өркен шығармашылық фестивалі биыл тағы да таланттылардың өнерін таразыға салды. Мұнайлыдағы білім мекемелерінің жас мамандарына сынға түскен фестиваль болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Фестивальге қатысушылар үздік жүргізуші, үздік әнші, би аталымдары бойынша өз өнерлерін көрсетіп, нәтижесінде мектеп намысын қорғаған бишілер тобы 3-ші орынға ие болды. Ғалымжан Шыңдаулов үздік әнші аталымы бойынша 2-ші орынға тұрақтаса, Мәрзия Абдукаримова фестивальдің үздік жүргізушісі атанып, 1-ші орында қанжығасына бойлады. Командалық есепте нөмір 3-ші орта мектеп бас жүлдеге лайық деп танылып, сыйлықтармен, алғыс хаттармен марапатталды. Шығармашылық ұжымға жетекшілік еткен күміс тобышева Дина Қабылова және Жазира Амирова. Бас жүлдеге ие болған номері 3. Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқық мәдениеті, бала құқықтары туралы конвенцияның негізгі ережелері туралы білім деңгейін арттыру мақсатында зорлық-зомбылықсыз балалық шақ науқаны ел көлемінде жалғасын табуда. Науқан аясында ата-аналар балаға қысым көрсетуге болмайтындығы жайлы ақпараттандырылып, түрлі шаралар біздің мектебімізде де қолға алынды. Атап айтсақ, директордың дарынды балалар жөніндегі орынбасары Алтынай Имашеваның ұйымдастыруымен әр бала зорлық-зомбылықсыз балалық шаққа құқылы тақырыбында 9-шы сынып оқушылары арасында пікірсайыс өтті. Дебатқа қатысушылар балалар құқығы жайлы қоғамда орын алып жатқан жағдайларды тілге тиек етіп, өткір пікірлерін ортаға салды. Ал 7-8 сынып оқушылары ауыл көшелерінде ата-аналарға кеңес кітапшалары мен парақтарын таратып, ақпараттарды жұмысына атсалысты. Сондай-ақ мектебімізде ата-аналар мен оқушылардың қатысуымен психологиялық тренингтер мен викториналар да өткізілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар республика көлемінде қарқынды жүргізілуде. Оған мектеп оқушыларының да қосар үлесі мол. Осыған орай облыс көлемінде өткен үздік бейнеролик байқауында мектебіміздің 9-шы сынып оқушылары оза шапты. Құралай Қамысбай мен Абай Түзелбайдың жетекшілігімен тақырыпқа сай бейнеролик түсіріліп, жарысқа жіберілді. Нәтижесінде команда 3-ші орынға лайық деп танылып, арнайы дипломмен марапатталды. Спорт жаңалықтары. Мектеп оқушылары тек білім емес, спорттық сайыстардың да сайып қырандары атанып жүр. Оған дәлел аудандық, облыстық және республикалық спорт додаларынан алып жатқан марапат пен медальдарымыз. Асхат Маринов пен Нұрсұлтан Асқар Атырау облысы Самалқат ауданында өткен еркін күрестен ашық республикалық чемпионатта күміс медаль тағынды. Ал 2001-2002 жылы туған қыздар арасында баскетболдан жаңа жылы облыстық ашық жарыстан мектебіміздің командасы жүлделі орын алды. Құралбай Әділовтің жетекшілігінде қыздар командасы үздік өнер көрсетіп, қазылар шешімімен 2-ші орынға лайық деп танылды. Жүлдегерлер дипломдармен көбікті қанжығалап қайтты. Әзірге қолда бар ақпар осы. Мектеп жаңалықтарын YouTube бейне порталындағы біздің арнамыздан қарай жүріңіздер.